Достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін біз Оралға бара жатырмыз и констоварлар алатын боламыз. Үйге келіп, бірақ мен обзор жасай алмаймын. Оны бөлек видеода бөлек жасайтын боламын. Өткені біз қазір Оралдан келгеннен соң отбасылық пикникке кетеміз. Менімен бірге болыңыздар. Оралдан күшті констоварлар алатын боламын. Ал достар, біз Оралда жүрміз бүгін. Оралды бір көрейік дедік. Динадан алдық кеше, Анвардан алдық жарты товарды. Ойбай, мынау сен түсіне аласың ба? Қайсы? Не, блокнот екен ба? Жоқ, блокнот салатын. Папка ғой. Кетіп жүр. Қыздар блокноттың қасына келіп, жылжымай атыр ғой. Кетпей атыр біздің қыздар. Жүрмей атыр, короче. Блокнот деп. Не дейсің, балапан? Ау, не дейді? Мына қыз жылап жүр. Не сұрап жүрген білмеймін. Ау. Не дейсің? Қолынан тарс етіп жабыстырып алады ғой. Мынаны қараңыз. Қандай капибара мынау? Мұрнын сүртпеген капибара ғой. Канцелярскийге келген қыздар ойыншық көріп кетті. Мына жақта әдемі гүлдер бар екен. Қайда кіргізіп жібердің Жансая бізді? Қайда кіріп кеттік біз? Достар, біз қазір мен дүкенге шығып бара жатырмын. Қыздармен уикендке кетіп бара жатырмыз, пикник жасаймыз и біз ыстық суды таңдадық. Кеше теңізге барып шомылған болатын қыздар. Сонымен ыстық суға барып, бүгін ыстық суда ем қабылдап қайтатын боламыз. Достар, біз шомылуға шықтық қой, бала-шаға машинада отыр, бала-шағаға осындай тәттілер алып жатырмыз. Уикендке кетіп бара жатырмыз, короче, пикник. Сонымен тағы да тәтті пәттілерін алам бала-шағаның. Машинада ішетін суларын алайын. Сонымен бір 20-30 минуттық жер ғой, жарты сағат отырады машинада. Тәттілерден шоколад алсам деген, а? Достар, біз бара жатқан жер, осындай жер астынан шығып жатқан табиғи ыстық су. Бірінші рет бара жатырмыз отбасымызбен. Хотя 2 жылдан бері әкеміз қайта айтып жүрген осындай ыстық су бар Маңғыстауда, Ақтауда, жүр барайық деп жерден келіп демалады екен осы жерге. Достар, бұл жердің бір аңызы керемет қой, алғаш естігенде таң қалғам. Осы ыстық судың айналасына үйлер сала бастайды. Үй емес, жаңа демалатын номер, отель сияқты қылып орындар сала бастайды. Сол кезде су Алланың құдіретімен тоқтап қалған дейді. Су ақпай қойыпты. Айналасына көтерілген жаңағы үй қыштардың бәрін құлатып тастаған кезде су қайтадан аға бастаған ғой. Содан кейін оның айналасына ештеңке соқпайды екен адамдар. Аңыз бойынша сондай киелі жерге бара жатырмыз. Оның емі, шипасы өте керемет дейді. Енді біз кеше салқын Каспийге түсіп қойдық, сол үшін мұздай Каспийге түсіп, балалар әбден жаураған болатын, соны бір күн араға салмай, ертесіне осы ыстық су қалып келе жатыр әкеміз. Достарына қараңдар, қандай әдемі болды Каспийдің түсі. Кеше осыған барып, балдар шомылып, жаурап қалған. Енді әкеміз ыстық суға алып келе жатыр бізді. Ыстық суға түсеміз бүгін. Мына қараңдар, Света Каспийдің түсін телефон бере ала ма, бере алмай ма? Көп үмбет әдем болып жатыр. Кеше осы толқынға қызығып, суға түсіп қойып, жаурап, түнімен күркілдеп, мына балалар. Сонымен ыстық суға кетіп бара жатырмыз. Бірінші рет бара жатыр, ыстық суды да көрейік деп. Ал достар, біз ыстық суға келдік. Міне
Бізде адамдар түсіп жатыр. Адам өте көп, я? Күшті екен, енді прям кәдімгі әкеміздің мақтайтындай бар екен. Ұнады ма саған? ұнады. Бізде бәрімізге ұнады, бәріміз судан шықпай жүрміз, балық ұқсап. Жансаяға ғана ұнаған жоға. Не істеп жатыр ол? Көрейікші. Палатканың ішінде киімін. 1-2 жүзді да. Сонымен апамның жатсын қараса. Түсі суға рахаттанып. Купальнигімді жайып қойып тұрмын араға. Түсі. Ойбай. Өзі кайфуша болып жатыр ғой мияқта. Чипсидің бәрін тауысып тастаған. Баклажка, мына мохитоның бәрін босатып тастапты. Ұнады ма саған? Бұл бірақ біраз шомылды менімен бірге фонтанның астында, ыстық судың, я? Енді достар, мына ыстық суды енді керемет, енді мына ыстық суды көп түсірмей қойын, өткені ата, әже, апа, кішкентай бала бәрі жүр. Бір түсінбей қалар. Қатты ұнады бізге. Бізде Жансая ғана ұнатпады. Кеше бұлар Каспийге барған. Каспийде су мұздай жаурадым деген екен. Әкесі бүгін ыстық суға алып келіп еді. Бұл да жақпай жатыр ғой. Не жағады өзі? Аялады біздің Жансаяға. Біз Жансая екеумізге ұнап жатыр әйтеуір. Ана ше, мынау мұздасын дейсіз ба? Андай неге баклажкалар сап қойып, бәрі баклажкаларын алып кетіп жатыр. Қайда? Құдыққа ма басындағы? Қой берші, салқын ғой тұрысы, палатканың іші салқын ғой, бізде ысқан бәлесте жоқ. Соқтарың, салқын күйінше тұр ғой. Жата бер, ысып баратса көрерміз. Ал достар, мына жақта ыстық сусын артында, короче. И мына жақта киіз үйлер, негізі оның сыртында нелері болған ғой. Еще қазір жоқ. Мен ыстық суымыз ары қарай көрсете алмай. Киіз үйдің сыртында нелері жоқ. Не да анау? Сондай, короче, жабатындары жоқ. Ал мына жақта аңғарасыңыз анау жетіспу. Ой, көрінбей жатыр. Жетіспудың дәл жанында достар, сіздерге алыс болып көрінуі жатыр, чтобы мен 0,5-пен түсіріп жатырмын, и телефон жөнінде түсірамайды. Прям күшті. Мықты Абикош, Абикоштың кеттің ғой. Күшті, но суынаған жоқ. Айдалығы достар, сенесіз алма. Бірде-бір үй жоқ мына жақта же. Аналар заброшкалар. Басқа бірде-бір үй жоқ қой. Жоқта үйлер ауыл уже, ол жақ. Қандай ауыл? Бірдеңке деген ауыл болып кетеді. Бірақ Ақшұқыр деген ауыл емес. Біз тек Ақшұқыр деген ауылды жаттабағымыз достар. Қалған ауылдарды білмейді екен. Короче, вот, қараңыздар, мына жақта шөптер прям күшті. Жасыл. Жақта шөптер, осындай шөптер толып жатыр ше. Күшті. Мына су өте қатты ұнады. Кәдімгі жерден шығып тұрған ыстық су ем болсын, керемет дейді. Ұнап жатыр ма? Кел, мына суға шомылсайшы екен. Ал. Жүріп кеттік. Бізде осындай міне су жерден осындай ыстық су атқылап тұр. Осы фонтанның астында қаншама адамдар емге келіп түседі екен. Біз бірінші рет келдік. Және суы бізге ұнады. Ау. Өте рахат. Ал достар, біздің ыстық суға келген уикендіміз осылай өтіп жатыр. Тамаша уақыт болып отыр. Кешегі Каспийдің суы ыстық еді, мынау мұздай еді, салқын еді. Ал мынау ыстық, кәдімгі ыстық ванна қабылдап жатқан сияқтысың. Пустой екен сосын, я? Ашы су. Тез жиыратын шығар. Қыздарға ұнады, бірақ Жансая 1-2 рет сүңгіп шықты да, үй қойды. Аяла екеуміз әлжіміз арзаннан бері бізбен бірге келген адамның қалай қайтып кетті. Қаншама адам ауысып, қаншама адам келіп, қаншама адам кетіп жатыр, бірақ бізден Аяла екеуміз әлі шықпады судан. Балық екеуміз кішігірім. Ал біз қайтуға дайындалып жатырмыз. Қалай бүгінгі күн ұнады ма? Купальнигін жинап. Ау, жоқ, сен киіміңді киесің ғой. Бер кел, Жансаяның қасына тұр. Аяла сағанша ұнады ма?
ұнады бізге. Киімдерімізді жинап жатырмыз, палатканы жинаймыз, заттарымызды жинап қайтайын деп жатыр. Мынау кімнің соғы ішіп қойындар?